Баршаңызға сәлем, қажет арнасына қош келдіңіз. Каналға тіркеліп, қолдау білдіріп отыруыңызды сұраймын. Таза майды қайдан аламын деп аптықпаңыз. Сары майды таңдайтын кезде қаптамасын мұқият оқыңыз. Егер құрамы деген жерде кілегей деп жазылса, онда майдың таза екенін білдіреді. Ал қасында эмульгаторлар көрсетілсе, онда ол маргарин. Қаптамада спред деген жазу болса, оның құрамы таза емес деген сөз. Мұндай майдан бірден бас тартыңыз. Шаш пен тері саулығы. Сары майдың құрамында А, Б, С, Д, Е дәрумендері тері мен шаш саулығына өте пайдалы. Күнделікті рационыңызда сары май болса, шаш құрғақтығы мен терінің салбырап кетуінің алдын аласыз. Тамырлардың саулығы. Тамырлардың саулығы үшін холестерин деңгейі өте маңызды. Ол көп те аз да болмау керек. Рационыңыздағы сары май қан құрамындағы холестеринді көтеретін өнімдерді зарарсыздандырады. Асқазан саулығы. Асқазан ішек жолдарында проблемасы бар адамдар өз менюіне міндетті түрде сары майды қосу керек. Себебі сары майдың құрамында А дәрумені жараны жазып, қабынуды басатын қасиетке ие. Сонымен қатар асқазан қабырғаларын табиғи жолмен майлап отырады екен. Қосымша энергия көзі. Жануар майы сияқты сары майда жылу мен энергия көзі. Сондықтан таңғы асты сары маймен бастаған жөн. Есіңізде болсын, бір тәулікте сары май нормасы 30 грамм екенін есіңізден шығармаңыз. Еңбек қабілеттілігін арттырады. Сары май ми клеткаларының жаңарып, ойлау қабілетінің жақсарып, зейінді арттыруға көмектеседі. Сондықтан баланың күнделікті рационында сары май болуы керек. Негізі таза сары майдың көрсеткіші 75-82% аралығында болады екен. Егер одан да төмен көрсеткіштер болса, онда құрамында өсімдік және жануарлар майы араласқанын білдіреді. Достар, ақпарат ұнаса жүрекшені басып пікір жазып отыруыңызды сұраймын. Қазақ тілді арнаны қолдап кетіңіз. Сіздің қолдауыңыз біз үшін өте маңызды.